Ассалаумағалейкум, менің YouTube арнамның көрермендері. Бізде бүгін жаңа саяхат, көлігімізді толық саяхатқа арнап дайындап алдық. Мұнда қарасаңыздар, керекті заттарымыздың барлығын осында салып алдық. Және біздің қыстық дөңгелектеріміз дәл осы жол талғамайтын баллондарға ауысты. Менің YouTube арнамның атауын дәл осылай жазып қойдың көлігіме. Айбар Төлеубек, ауылға саяхат енді YouTube'та деп. Осы YouTube'ма тіркеліп алыңыздар, және біздің бұл сапарларымыздың бас демеушісі Қазақ Ти шайы болады. Одан кейін сіздерге тағы бір қызықты дүниемен таныстыра кетейін. Және де достар, біздің бұл саяхатымыздан бастап өзімізге жаңа Starlink интернетін орнаттық көлігімізге. Толық тексеріп, сіздерге қалай болатындығы жайлы көрсететін боламыз. Қазір толық азық-түліктерді алуға келдік. Дүкенге арнайы 3 күндік біздің саяхатымызға толық керекті заттардың барлығын дайындап алатын боламыз. Бәрекелді. Қазір жанармай құюға келдік. Көлігімізге жанармайды толтырып құйып алайық. Ал біз қазір жолға шықтық, жанармай құйып алдық, керек заттарды алып алдық. Енді бұйырса бізде басты саяхатымыздың ең көрнекті жері Келіншек тауға барамыз. Сол жақта қонамыз, үйімізді құрамыз. Одан кейін бізде Түркістан қаласы, яғни керемет сол Түркістанның табиғатымен, қала тіршілігімен сіздер таныстыратын болам. Одан кейін қазір хит болып жатқан Қызғалдақтар алқабы. Қызғалдақтар алқабына Шымкент қаласына қалай жетуге болады, қай жерінде әдемі роликтер түсіруге болады, сол жайында толық айтатын болам. Жалпы саяхатымыз 3 күнге созылады. 3 күнде осы барлық локацияларды аралап, сіздерге осы YouTube'ымда толық шығарылыммен бөлісетін боламын. Ал бізге сәт сапар тілеп қойыңыздар. Біздің бірінші аялдама Қызғалдақтар алқабы болады. Дәл осы Бадам мостына жеткенде оңға қарай көтерілетін боламыз. Қазір мына жерде қараңыздар, мосттың үстінен тіке қарай өтеміз. Темірлан ауылына емес, тіке бағытта. Шымкенттен 30 минут жол жүріп, Қызғалдақтар алқабына бұрылар жолда бұл жақтағы жолдардың жабық тұрғанын көріп, аң-таң болып қалдым. Қазір барып сұрап көрейік. Ассалаумағалейкум. Жол жабық болып жатыр ма? Иә. Анау бірақ намашнемен секіруге болады ше. Біз ана YouTube-қа блог қылып, үлкен қылып көрсетейін деген мо табиғатын. Бұл жері да. Ол кісі тұр. Елесі. Видеоның мақсатына тоқтап қалды. Шындай ақты ма? Иә. Мұның барасы темірға кіретін. Сәл кірсеңіз, сол жақары өз жол шығады. Соған барыңыз, сояқтан кірсеңіз болады. Қазір осындай жолдармен келе жатырмыз. Көрейік, жете аламыз ба, жете алмаймыз ба? Барынша сіздерге Темірлан ауылының маңындағы қызыл кітапқа енген грейк қызғалдағын өсіп тұрған жерінен көрсететін боламыз. Қазір қызыл кітапқа енген грейк қызғалдақтарын түсіруге келдік. Алқап өте үлкен. Көлігіміз жаңа тап-таза болған. Саяхатымыз басталмай осындай топырақ болды. Көліктің артында жауып үлгермедік. Міне алдарыңызда қызыл кітапқа енген грейк қызғалдақтары. Қараңыздаршы, қандай өте әдемі. Табиғаттың осындай ерекше жаратылыстарының бірі. Бұл өңірдегі қызғалдақтар сәуір айының басында құлпырып гүлдеп тұрады. Ең маңыздысы, мұнда келсеңіз, қызғалдақтармен тек суретке түсіп, жұлмағандарыңыз жөн. Ал егер жұлған жағдайда 1 миллионға дейін айыппұл салынуы мүмкін. Қазір қызғалдақтар алқабындамыз. Мұнда жел болып жатыр. Біздің вайб мұнда. Қараңыздар. Осындай еліміздің керемет табиғатында далада демалып, отандық бренд қазақ шайды ішкенге не жетсін достар, бисмилля, дәм көрейік. Жалпы дәл осы қазақ шайы өзіміздің отандық өнім, қазақ те деп аталатын. Бұл құтының ішінде арнайы өзінің қоспалары болады. Үстіне осылай шайды құйып 30 секундқа дейін күтесіз, одан кейін іше берсеңіз болады. Бисмилля. Қандай керемет.
жолымды әрмен қарай Түркістан қаласына қарай бағыттадым. Қазір жолдан біз газ құяйын деп жатырмыз. Негізі саяхатқа шыққанда менде көбінде осындай ситуация болып тұрады. Газ болмай қалады мен саяхатқа шыққанда. Енді көлігімізге газ орнатқанмын алдыңғы жылы. Соған байланысты қазір осы жерден газ тауып құйып алайын деп жатырмыз. Бұйырса, қазір Төрткүл ауылына өтеміз. Одан әрмен қарай Түркістан қаласы. Түркістан Қазақстанның ең көне қалаларының бірі. Бұл қала түркі әлемінің рухани орталығы болып саналады. Мұнда 14 ғасырда салынған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан. Қазір Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне кіру үшін 3 адамға 1000 теңгеден 3 билет алып кірдік. Қараңыздар, қандай әдемі, керемет көше, көне стиліндегі Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне апаратын. Алдарыңызда тұрған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Қараңыздар. Дәл осы керуен сарайдың ішінде кешкі уақытта неше түрлі концерттер, неше түрлі қойылымдар болады. Яғни ол тек кешкі көріністерде. Өте әдемі, жап-жасыл болып, ерекше көріністе болып тұр. Қала ішінде әсем ғимараттар, ерекше саябақтар, оған қоса үлкен стадион мен жаңа ипподром салынған екен. Қаланы аралап, барлық көркем жерімен танысып болғасын, Түркістанның базарына қарай бет алдым. Қазір базардың ішіне кіріп келе жатырмыз. Мұнда әдемі әсіп бар екен. Соны жеп сіздер көрсетіңіз. Ау? Жемайды ғой мынау. Неге орын жоқ па? Орын барына бар ғой, бірақ оны да жеп қойдыр. Тұра. Жемайды ғой. Тауып берсеңіз зор ойын деп тұр ғой. Білесің, сыртта орын бар ма сыртта кәсіпті? Бір жіп кеп тұр ғой анау. Рам деген жіп кеп тұр ғой анау, дәу газель сияқты. Ол дәулігі сол газельдің ояқпай ғой. Әсіптер қай жағындағы? Әсіп жаққа қоя алмайсың оны. Негізі не қайда керек болсын, сол әсіп түсіруге келатыр ғой негізі. Баршы, жолды жауып қойма. Былай қарай ма? Ыңғайлап. Оңға қарай кете берейін ба? Мақма, жолды жауып қоймасын. Мақма, машина дәу. Ағаларымыз қазір барып көре беріңдер деп жатыр. Негізі орын жоқ дейді. Бірақ енді Түркістан білмегеннен кейін жайлап амалдап көреміз енді осылай. Базардың қайнап отқан тіршілігі ғой мына жер. Как раз бізде шайнегіміз жоқ еді қазір. Келіншек тауға баратын. Осы жақтан аламыз ғой деймін бір шайнек. Түркістанский вайп болатын. Ал әсіпке кіріп жатырмыз. Әсіп бар ма? Шашликше. Бара келді. Міне қазір әсіп келді. Әсіп сорпа. Қазір дәмін көреміз. Одан кейін шашликтің дәмін көреміз. Иісі деген ұрып тұр. Ерекше дәм. Жалпы бізде Шымкентте көбінде әсіпті сорпасы ішеміз ғой. Бұл жерде кәдімгідей сорпасымен әсіп. Ерекше дәм. Базардың вайбындағы ерекше кәуаптар. Қараңыздаршы. Керемет болып тұр. Достар, осы Түркістан қаласына келсеңіздер, міндетті түрде базардың кәуабы мен әсіп сорпасынан дәм ауыстырыңыздар. Қазір базардың ішінен тамақтанып шықтық. Бұл жерде 3 әсіп, 9 кәуап жедік. Жалпы бағасы 11.000 теңгені құрады. Дәмі өте керемет. Сіздерге осында келіп тамақтанып кетуге кеңес беремін. Қазір Дала Resort деген ерекше демалыс үйіне келе жатырмыз. Жолдары өте әдемі екен, қарасаңыздар. Ауа райы жаңбырлы болып тұр. Негізі бұл саяхатымызда біз ауа райына қарамай шығып қалған едік. Соған байланысты енді ауа райы осылай кішкене жаңбырлы болайын деп тұр бұл саяхатымызда. Қазір біз Дала Resort деген жерге келген едік. Ауа райы жаңбыр болғандықтан свет өшіп қалды деп жатыр ауыл тұрғындары. Яғни ауылда да жоқ деп жатыр. Дәл осы аймақта да свет жоқ деп жатыр. Қалай болатынын білмейміз. Көреміз енді бұйырғаны. Саяхат болғаннан кейін осындай түрлі қызықтар болып тұрады. Міне свет жанды. Қазір администратор келіп жайғастырар деген үміттеміз. Ауа райы бірден өзгеріп шыға келді. Жаңбыр қойды. Қараңыздар, сіздерге Дала Resort деген дәл осы демалыс аймағына шолу жасап жіберейін. Қазір нөмір 1-ші үйге жайғасып жатырмыз. Ішкі көріністі қарасаңыздар, не осындай демалыс үй, не деген әдемі көріністер. Мұнда арнайы бассейн бар, және оның қасында кішкентай балаларға арналған бассейн. Және мұнда жылынып отырсаңыздар болады. Ерекше стилінде екен. Және бұл жағындағы бассейн, яғни арнайы жылытқышымен жып-жылы болып тұрады. Қандай керемет көрінеді.
Міне осылай дәл осындай демалыс аймақ дәл осы Түркістанға жап-жақын жерде бар екен осындай демалыс орны. Барбекю зона бар. Мұнда кебаб пісіріп, тамақ пісіріп, мұнда шағын өзінің кухнясы бар екен. Мұнда арнайы банясы бар екен. Мұнда салқын су, моншадан шыққаннан кейін су аласыздар. Қазір баня толық жанып жатыр. Ішкі көрінісін сіздерге көрсетіп жіберейін. Кіреберістік бөлімде дәл осындай киім ілуге арналған орын бар. Ал мұнда арнайы осындай душы бар екен. Баняның негізгі іші дәл осындай болып жатыр екен. Қазір от жағылып жатыр астында. Керемет әдемі демалыс үй екен. Қазір саунасына толық түсіп көретін боламыз. Қазір сіздерге үйдің ішкі көрінісін көрсетейін. Бисмилля, қараңыздар. Не деген үлкен кең үй. Таңғаларлықтай ерекше дизайнды соғылған екен. Кіреберістік бөлім. Мұнда арнайы үлкен айнасы бар. Мұнда кіреберіске арналған осындай жиһазы. Бұл 2 қабатты үй. Жоғары жағына шығатын арнайы баспалдақтары. Мұнда қарасаңыздар 40 адамға арналған осындай үлкен орын бар екен. Мұнда арнайы караокесі бар. Мұнда отырып демалуға болады. Мұнда кез келген құдалық, той, жиын деген нәрселерді толық өткізуге болады екен. Жуыны бөлмелер орналасқан. Қараңыздар. Осындай ерекше стильде соғылған ас үй бөлмесі. Толық заманауи стильде соғылған екен. Қараңыздар, өте ыңғайлы. Ал қазір екінші бөлімін сіздерге толық таныстыра кетсем. Қараңыздар, баспалдақпен осындай ерекше биікке көтерілесіздер. Таңғаларлық, әдемі көріністе демалып отыратын орын жасаған екен. Және де мұнда қараңыздар, 1, 2, 3, 4, мына жағында 5. Яғни 5 жатын бөлмесі орналасқан жоғарғы жағының өзінде. Қараңыздар, барлық жағдайлар жасалынған. Терезеден көрінетін осындай ерекше көрініс бар. Үлкен балконы бар екен. Әдемі көрінеді. Жалпы өзім таңғалып жатырмын. Түркістан қаласына жақын жерде осындай демалыс үйінің барына. Міне қараңыздар, мына жақта да жуыны бөлмелер орналасқан. Мына жағында жатын бөлмелері. Қараңыздар, барлық жағдай жасалынған екен. Мұнда да жатын бөлім. Дәл осы үйге мысалға толық обзор жасап жатқан себебім, егерде сіздер осындай той, жиын осы Түркістан облысының аймағында жасап жатсаңыздар, міндетті түрде осында келсеңіздер болады деп сіздерге ұсынып жатырмын. Ал бізге жақсы демалыс болсын. Бұйырса осында демалып, саяхатымызды келіншек тауға қарай бағыттайтын боламыз. Дала резорт демалыс аймағында біз жайғасқан үйден бөлек ерекше коттедждер мен заманауи үйлер көп екен. Әр үйдің өзіндік стилі мен жайлылығы бар. Төмендегі парақшаға өтіп, осы демалыс аймағы туралы толық ақпарат ала аласыздар. Ал мен саяхатымды Кентау қаласына қарай жалғастыратын боламын. Түркістан қаласынан шамамен 25 шақырым жолдан кейін орналасқан Кентау қаласына келіп қалдық. Кентау қаласы кеңес заманында ең ірі кен орны болған. Мұнда қорғасын, мырыш өндірілген. Бүгінде Кентау тарихы мен табиғаты қатар үйлескен ерекше қала. Қаланың жанында үлкен су қоймасы орналасқан. Қазір Кентау қаласындағы Хан Төре деген тамақтану орталығына келдік. Қазір тамақтармен танысып, нақты бағаларын білетін боламыз. Қазір мен тағам келді, қуырылған ет. Бисмилля, дәм көрейік. Кереме деген дәм. Қаламен танысып, өз оқырмандарыммен бірге суретке түсіп алдым. Кентау маңындағы Хантағы тауы Қаратаудың бөлігі саналатын бұл жер табиғаты мен панорамасымен ерекше. Дронмен қарасаңыз, шексіз дала мен жартастар әдемі үйлеседі. Дәл осы таудың етегінде кезінде Кентау қаласын жарықпен және жылумен қамтамасыз еткен зауыт орналасқан. Сапарымның келесі нүктесі Әшісай шатқалы. Бұл шатқалға жеткен сәтте мен бірден сұлулығына тәнті болдым. Мұндағы биік шатқалмен таулардың арасындағы жолмен өткен кезде өзіме ерекше әсер алып, құдды бір шетелде жүргендей сезіндім. Әшісай шатқалы Шымкент қаласынан 200 шақырым жерде орналасқан. Жол жөнекей, жер астан атқылап жатқан бұлақтың суына тоқтап, таза ауада демалып алдым. Достар, Әшісай ауылына қазір келдік. Қараңыздар, Әшісай ауылы бұрын кеніштер мекені болған, яғни мұнда кеніш өндіріс зауыты болған. Сол кездерде мұнда адамдар саны өте көп болған. Ал қазір Әшісай ауылында халық саны өте аз екен. Әшісай ауылына өткеннен кейін жол бойындағы мынау су қойманы қараңыздар. Таңғажайып көріністер.
Ал біз жолымызды әрмен қарай Келіншек тауға қарай бағыттайтын боламыз. Бізге сәт сапар тілеп қойыңыздар. Сапарымның ең соңғы нүктесіне де келіп қалдық. Абай ауылы Түркістан облысындағы Созақ ауданында орналасқан ерекше мекен. Бұл ауыл несімен ерекше десеңіздер, көпшілікке танымал Келіншек таудың жанында орналасқан. Жалпы Келіншек тауы Италиядағы Доломити тауына өте ұқсас келеді. Достар, дәл осы Келіншек таудың керемет көрінісіне аялдап жатырмыз. Қазір дәл қараңыздар, мына жағымызда таудан аққан бұлақтың суы ағып тұр. Бүгін осында түнейтін боламыз. Орындықтарымызды барлығын қойып осында жақсылап дайында боламыз. Орындығымызды құрып алдық қазір. Апа. Ал қазір 4 адамға арналған үйді осында құрып жібереміз. Бұл үйлерді құрау өте оңай. Осылай алдымен ашып аламыз. Қазір бұлай ножкаларын тұрғызып жібереміз. Іштерін ашып алайық. Міне достар, қазір үйімізді осында құрап алдық. Енді ішіне арнайы матрастар мен көрпеше төсектерімізді салып, бұйырса осы жерде ортада кебаб пісіріп, тамақ пісіріп демалатын боламыз. Қазір үйдің ішіне арнайы матрастарды құрап жібереміз. Қазір арнайы батарейка мен матрасты дайындап аламыз. Бізде осындай қошқар мүйізді жастықтарымыз бен көрпешелерімізді осында төсеп алайық. Опа, көрпешелерімізді салып алайық кешке қарай. Қазір достар, біз жаңа құрған палатканың ішінде ұйықтайын деп жатырмыз. Сағат 12-ден 17 кетті. Бізде негіз достар спальный мешок болған. Олар ауа райы жаңбыр болғандықтан машинаның артында су болып қапты. Осы ауылдың тұрғындарынан дәл осы көрпе төсектерді алып келіп алып, осында ұйықтайын деп жатырмыз. Ал бізге қайырлы түн. Қызықтарды ертең күндіз көресіздер. Достар, бізге қайырлы таң. Кеше біз түнде осы жаққа аялдаған едік. Өздеріңіз білетіндей, қазір ауа райы өте керемет шықты. Жаңбыр жоқ. Келіншек таудың осындай таңғажайып көрінісінде дастарханымызды жайып, үйімізді құрып дайындап қойдық. Қазір сіздерге шағын рум-тур көрсетейін. Ал, кеттік. Сыртқы көрініс таныстыра кетейін. Мына жерде қарасаңыздар, күннен қуат алатын дәл осындай батарейка тұр. Артында қуаттағышымен саяхатта өте ыңғайлы. Мына жерге біз арнайы орындықпен шай ішетін орын дайындап қойдық. Орындықтармен өте әдемі қылып. Мына жерде қазір кебаб пісіретін боламыз. Жақсылап тұрып, ал мына жағымызда шайымыз қайнап жатыр. Қазір шайымызбен былай қазақ шайды ішетін боламыз осында. Ал ішке қарай кірейік. Бисмилля. Ішкі көріністе осылай демалдық. Өзіміздің қошқар мүйізді осылай оюларымызбен көрпешелерді сәндетіп осында қойдық. Мына жағымызда жұмыс үстел, арнайы Starlink интернетмен осында монтажымызды жасап, оқырмандарымызбен сөйлесіп отырамыз. Дәл осындай керемет көрініске өзіміздің арнайы үйімізде саяхатымыз осылай өтіп жатыр. Жалпы осы саяхатта байланыс жоқ жерде негізі Starlink интернетін қондырған өте ыңғайлы. Сіздерге жалпы түсінікті тілде Starlinkті қалай қондырғаным жайлы көрсете кетейін. Жүріңіздер. Жалпы мен көлігімнің жоғарғы жағына жақсылап қатырып қойдым Starlink интернетін. Міне қарасаңыздар, осы жерде спутник арқылы тауып басқарып алатын болады. Саяхатқа арналған неше түрлі тарифтері бар. Қазір мен сіздерге оны толығырақ таныстыратын боламын. Менің қолымда Starlink'тің приложениесі тұр, телефонға арналған. Бұл жерде қазір міне онлайн түрде ашылып тұр. Міне қараңыздар, айдалада, табиғатта. Міне қараңыздар, Starlink толық көрсетіп тұр. Мен бұл жерде тарифін қараңыздар, 100 гигабайттық тариф алғанмын. Қазір 10 күннің шамасында мен 52 гигабайтты қолдандым. Әлі менде тағы 48 гигабайт бар. Негізі мен тексеріп көру мақсатында дәл осы
100 гигабайтты алып көрдім. Roam деген тариф, яғни бұл жүретін көліктерге арналған саяхат тарифы. Мен алған осы 100 гигабайттық тариф Roam деген, яғни айына 26 000 теңгені құрайды. Ал егер сіздерге айына шексіз тариф қажет болса, 56 000 теңгелік тариф бар. Ол жерде сіз қанша адам кірсеңіз де шексіз интернетте отыра аласыз. Маған тексеріп көру үшін дәл осы 100 гигабайттық тарифті алған болатынмын. Қараңыздаршы, табиғатта, мысалға байланыс жоқ жерде кез келген бағыттағы интернетті қолданып осында отыра аласыздар. Табиғатта өте ыңғайлы екен Starlink интернеті. Сіздер де беймарал алып, қолданып көрсеңіздер болады, достар. Қазір арнайы көмірмен оттығымызды алып, кабап пісіруге кірісейік. Ал, кеттік. Бисмилла. Ал, қазір достар, біздің етіміз пісуге аз қалды. Дастарханда отырып, тамақтанып алайық бұйырса. Сіздер де осылай табиғатқа шығып, тамақ пісіріп, мен сияқты осылай саяхаттаңыздар. Ал, достар, біздің етіміз пісті. О, иісі деген өте керемет болып тұр. Ап, бәрекелді. Дастарханымызға жайғастырып алайық. Ал, мұнда шайымыз да қайнап тұр. Қазақ шайымызды ішіп алып. Ал, бізге ас болсын. Осындай керемет қой табиғатта отырып, тамақ пісіріп демалған. Ал, достар, менің Түркістан облысындағы саяхатым өз мәресіне жетті. Сіздерге Түркістан облысындағы дәл осы қызықты контенттерді түсіру үшін менің 3 күн уақытым кетті. Сондықтан еңбекті бағалап, арнама тіркеліп, лайк басып, келесі қай жаққа барайын, сол жайында комментарийға міндетті түрде өз ойыңызды жаза кетіңіздер. Ал, достар, назарларыңызға көп рахмет.